Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Осындай әдемі шығатын, жабыспайтын кеспенің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Сорпаға салған кезде де бір-біріне жабыспай әдемі шығатын кеспе дайындаймыз. Алдымен қазанға салқын суға етті жуып салып қоямыз. Кейін бетіндегі көбігін алып тастап, тұз сеуіп, қажетті заттарымызды турап дайындап аламыз. Пияз, картоп және сәбіз қоссаңыздар да, помидор қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай дәмдеуіштер де қоссаңыздар болады. Бір қайнаған соң, қазанның астын жай қойып, еті піскенше қамырын дайындап аламыз. Қамырына су, жұмыртқа, тұз, ұн қосып, қаттылау қылып қамыр илейміз. Қамырдың июін қандырып илеп болған соң, қамырдың бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. 20 минут өткен соң, қамырды алып, шұқа алып, қамыр жаямыз. Қамырды жайған кезде оқтаудың екі шетін ғана басып отырып жаямыз. Қамырды жұқа қылып жайып болған соң, қамырды 10 минутқа қойып қоямыз, кішкене қату үшін. Кескен кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Осылай ұнды сеуіп, оқтауға орап, дәл ортасынан кесеміз. Дайын болған қамырды өте жіңішке қылып кесіп шығамыз. Кесіп болған соң, міндетті түрде електен өткізіп аламыз, арасындағы ұндар түсу үшін. Қамырымызды кесіп болдық. Міне ешқандай да бір-біріне жабысып тұрған жоқ. Енді қайнап тұрған дайын сорпамызға салып аламыз. Он минутта пісіп қалады қамыры. Қамырын дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жасап жатсаңыздар астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.